Сәлем достар, өздеріңіз білесіздер, Дорамарин дәруменін мен балаларыма бір айдың көлемінде беріп жүрмін, және де мен телефонмен хабарласып, бұл дәруменнің құрамын және де қалай, қай уақытта беру керектігін кеңес алған болатынмын. Дәл қазір мен Дорамарин кол орталығына келіп, біздің балаларымыздың денсаулығын өз қамқорлығына алып жүрген нағыз мамандардан кеңес сұрап, Дорамариннің балалардың ағзасына қалай әсер ететінін білетін боламыз. Ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Сізді көргеніңізге өте қуаныштымыз. Балаларыңыздың жағдайы қалай? Рахмет, балаларым жағдай жақсы. Біз осы Дорамарин дәрумен ішкелі ұйқымыз тынышталды, тамаққа деген аппетиттері ашылды, күндіз, түнде жақсы ұйықтайтын болды, иммунитеттері көтерілді. Дәл қазір маған қызықты сұрақ, Дорамарин дәрумені балалардың ағзасына қалай әсер етеді? Өте орынды сұрақ. Біздің Дорамарин өнімі 100% табиғи өнім. Ойына бірден-бір химикат қосылмаған. Сол себепті сіздің балалардың жағдайларыңызда өте жақсы көмегін көрсеткен. 40-қа жуық макро-микроэлементтер бар, 12-ке жуық витаминдер қосылған. Сондықтан сіздердің балаларыңызға өте жақсы көмектеседі. Жақсы түсіндім. Енді мен сіздердің сайттарыңыздан барлық құжаттарды жақсылап қарап, оқып шықтым. Енді сіз өзіңіз толығырақ, нақтырақ маған айтып өтсеңіз. Әрине таныстырып өтейін. Мына документке көңіл бөлетін болсаңыз, бұл тағамтану академиясының бізге берілген сертификаты. Одан бөлек мынау халал сертификатымыз. Және де үшінші ең маңыздысы ол жаңағы лабораториялық тексерістен өткендігі, Дорамарин өнімінде қаншалықты макро микроэлементтердің және де 12 жуық витаминдердің барлығына екені дәлел. Ақбота ханым, өзіңіз көріп отқандай, бұл біздің мақтаныш тақтамыз. Бұл жерде біздің бір ай көлемінде жинаған барлық балалардың отзывтары, өзіңіз көз жеткізгендей, жетерлікте отзыв бар. Ал енді құрметті менің оқырмандарым, өздеріңіз көріп тұрғандай, Дорамарин дәрумені 100% табиғи өнім, ешқандай химиялық қоспасы жоқ. Ата-аналар енді уайымдамай балаларыңызға берсеңіздер болады. Балаларыңызға берер алдында міндетті түрде мамандармен кеңескендеріңіз дұрыс деп есептеймін. Кеңес беру тегін, және де тапсырыс берген жағдайда жеткізу тегін.